Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Мұхтар Әуезов атындағы мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Гүлжан Кенжебековна. Қазақ әдебиеті пәні бойынша таза мінсіз асыл сөз бөлімінде Керқұлатты Кендебай ертегісімен таныс боламыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Керқұлатты Кендебай елінің тұрмысын жақсартқан ұл. Сабақтың мақсаты әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттаңыз. Кіріспе. Ертегілер өте ерте заманда пайда болған ауыз әдебиетінің ең көне жанры. Қазақ ертегілері өзінің тақырыбы мен мазмұнына байланысты қиял-ғажайып ертегілер, хайуанаттар туралы ертегілер, шыншыл ертегілер болып бөлінеді. Сабақ барысында кездесетін терминдер. Жанр француз тілінен аударғанда өнердің барлық түрлерінде тарихи қалыптасқан іштей жіктелім жүйесі. Фабула латын тілінен аударғанда аңыз, әңгіме, ертегі, мысал деген мағынаны білдіреді. Яғни көркем шығармада суреттелген оқиғаны рет-ретімен жүйелеу. Сюжеттен айырмашылығы шығарманың белгілі бір формада баяндалуы. Сюжет француз тілінен аударғанда зат деген мағынаны білдіреді, өзара жалғасқан оқиғалардың тізбегі, біртұтас желісі. Ендеше сендермен ертегілер әлеміне аяқ басамыз. Әдеби ертегінің құпиясы бар. Сол құпияны ашуға тырысайық. Бірінші сабақта үйге ертегінің мазмұнымен толық танысып келуді тапсырған болатынмын. Ендеше берілген ертегіден бейне сюжеттің үзіндісін тыңдап, еске түсірейік. Мұқият зейін қойып тыңдаңыздар. Ертеде ешкі құйрығы келтеде. Қаратаудың ойында, Қарасудың бойында Қазанғап деген бір кедей болыпты. Қазанғап құс атып күн көреді екен. Әйелі ау тоқып жамау жамайды екен. Осылай өз күндерін өздері көріп жүре беріпті. Күндерде бір күн Қазанғаптың әйелі жүкті болыпты. Ай күні жақындап, күн өткен сайын әйелдің аяғы ауырлай беріпті. 9 ай 9 күн болғанда әйелі толғатып босаныпты. Торсық шекке әппақ ұл тауыпты. Атанасы қуанып, төбелері көкке жетіпті. Баласына Кендебай деп ат қойыпты. Кендебай ай сайын емес, күн сайын өсіпті. 6 күнде күліпті, 60 күнде жүріпті. 6 жылда жігіт болыпты. Сондай күшті болыпты. Алысқанын алып ұра беріпті, күрескенін жыға беріпті. Шыңырау құдыққа құлаған атандарды жалғыз тартып шығара беріпті. Аң аулап әкесіне жәрдемдесіпті. Бара-бара құлан алыпты. Құралайдың көзінен тегізген мерген болыпты. Арқар мен киікті, құлан мен маралды мая-мая ғып үйіп тастапты. Қарасудың бойындағы қара үйлі кедейлер қарық болыпты да қалыпты. Күндерде бір күн Кендебай аң аулап жүрсе, Қаратаудың ойында, терең құздың бойында арыстандай көкжал бөрі бір буаз биені жаңа ғана жарып жегел жатыр екен. Кендебай жүгіріп барып, көкжалды құйрығынан ұстап алып, бұлғап лақтырып кеп жіберіпті. Қасқыр арс етіп, аузын қисаңдатып, өліпті де қалыпты. Кендебай қасқырдың терісін сойып алып, биенің қасына келсе, бие жан таласып өлгелі жатыр екен. Кендебай алмас қанжарымен биенің қарнын жарып жіберіп, құлынын суырып алыпты. Арыстай еркек құлын екен. Кендебай құлынды үйіне алып қайтыпты. Оны құланның сүтімен асырапты. Құлын сағат сайын емес, минут сайын өсіпті. 6 айдың ішінде 6 кез ат болып шығыпты. Аттың түсі керғыла болыпты. Кендебай керғыланы үйретіп мініп, түн қатып жүріп, аң аулапты. Керғыла қуса жетіп, қашса құтылатын, аузымен құс түстеген ерен жүйрік болыпты. Кендебай керғыланы құстай ұшырып, Алтығырдың ар жағынан қаша жөнелген құланды көзді ашып жұмғанша қуып жетіп, құйрығынан ұстайтын болыпты.
Кендебай осылай аң аулап, ел аралап жүре беріпті. Ол мейлінше қайырымды болыпты. Жылағанды жұбатыпты, жатсынуды сүймепті. Табысына бүкіл ел ортақ болыпты. Керғылатты Кендебай батыр атанып, әлемге аян болыпты. Күндерде бір күн Кендебай аң аулап, алысқа ұзап кетіпті. Кетіп бара жатып, қозысын бағып жүрген бір балаға кездеседі. Бала еңіреп жылап жүр екен. Кендебай жетіп келіп, көзің жасты, көкірегің қайғылы, неткен жансың деп сұрапты. Баланың басы тас, киімі өрім-өрім екен. Ардақтаған анаңды алса, төгілмей ме ырысың, асқар таудай әкеңді алса, көрген күнің құрысын деп қоя беріпті бала. Не болды? Жөндеп айтшы деп сұрапты Кендебай. Бала өзінің жасын көл қылып, ауыр бір күрсініп алып, былай деп жауап беріпті. Мен Мергенбай деген батырдың жалғыз баласы едім. Қазір 6-ға шықтым. Биыл 4-ші жыл. Елімізге жау тиіп, жылқы біткеннен түгерге тұяқ қалдырмай айдап кетті. Әкем алып ұйқылы батыр еді. Ұзақ жортолдан келгенде 6 күн қатарынан ұйықтайтын. Осы ұйқыда жатқанда әкемді жау әскері байлап әкетті. Әкемді арашаламақшы болып жетіп барған шешемді қайырымсыз жау алдына өңгеріп жөнеп берді. Мен жетім қалдым. Шерге асым, киерге киімім болмаған соң, амалсыздан Тасқарабайдың қозысын бағып жүрмін. Арыдым, тоздым, ернім жалақ, басым таз болды. Содан бері көзімде жас, көңілімде қайғы. Мен әке шешеме жылайым, бай жылқысына жылайды. Одай болса жылама, мен әке шешеңді іздеп тауып берейін деді Кендебай. Бала қуанып кетеді. Аға, онда біздің қойшылардың қасына 2-3 күн жатып тынығыңыз, содан кейін жүрерсіз деп өтінеді. Кендебай мақұл деп қойшылардың қасына барып түседі. Атып алған құландарын асып, тамақ пісіреді. Кешке басқа қойшылар да келеді де, манағы бала қойшы келмейді. Әрі күтеді, бері күтеді. Кендебайдың көзі ұйқыға бара бергенде ұйқылап, ақылап қойшы келеді. Міне оқушылар, Керқуатты Кендебай ертегісінің оқиға желісі бойынша бейне сюжетті тамашалап, ертегінің толық мазмұнын естеріңе түсірдіңдер деп ойлаймын. Ендеше миға шабуыл әдісі бойынша тапсырмаларды орындауға кірісейік. Миға шабуыл әдісінің бағалау критерийі: шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуына сипаттаңыз. Дескриптор: берілген ертегінің тақырыбы мен мазмұнына қарай ертегінің қай түріне жататынын анықтаңыз. Екінші, шығармадағы эпизодтарды композициялық құрылымына жіктеңіз. Дескриптор: ертегі желісі бойынша өз ойыңызды еркін жеткізіңіз. Миға шабуыл әдісі арқылы бірнеше сұрақтар қойғым келіп отыр. Бірінші сұрақ: ертегі сендерге ұнады ма? Қалай ойлайсыңдар, бұл ертегінің қай түріне жатады? Екінші, оқушылар, сендерге Кендебайға ұқсағыларың келеді ме? Үшінші сұрақ: Кендебайдың қандай қасиеті көбірек ұнады? Төртінші сұрақ: қазіргі жастарда осындай қасиет бар ма? Негізгі бөлім. Негізгі бөлімінде келесі тапсырманы орындауға кірісейік. Оқиға тауы әдісі арқылы шығарманың фабуласы мен сюжеттік дамуын анықтаңыз. Ертегінің композициялық құрылымын сюжеттік дамуы бойынша сипаттап жазыңыз. Фабуласы белгілі бір формада ертегі түрінде жазылған. Бұл ертегінің композициялық құрылымы бірнеше бөлімнен тұрады. Бірінші, оқиғаның басталуы, оқиғаның дамуы, оқиғаның шиеленісі, оқиғаның шарықтау шегі, оқиғаның шешімі. Осы құрылым бойынша мәтін бөлімдерін анықтап жазыңдар. Оқиға тауы әдісі бойынша жүргізілген жұмыстың бағалау критерийі мен дескрипторы. Бағалау критерийі: шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттаңыз. Дескриптор: мәтіннен үзінді келтіре отырып,
шығарманың фабуласы мен сюжетін анықтаңыз. Екінші, шығармадағы эпизодтарды композициялық құрылымына жіктеңіз. Дескриптор, композициялық талдау жасаңыз. Міне оқушылар, сіздерге берілген тапсырманы толық дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Ендеше өздеріңнің кестені толтырғандарыңды оқиға тауы әдісі тапсырмасындағы жауапымен тексеріп салыстырып көріңдер. Композициялық құрылымы: оқиғаның басталуы, Кендебайдың дүниеге келуі, Кендебайдың Керқұлатты таңдауы, жетім баланың тағдырымен танысуы. Оқиғаның дамуында Кендебайдың елін қорғау үшін жорыққа аттануы. Оқиғаның шиеленісуінде Кендебайдың дұшпандар елінде сынақ сапарға жіберілуі. Оқиғаның шарықтау шегі Кендебайдың сынақтардан өтуі. Оқиғаның шешімі ханның Кендебайға сый-сияпат беруі, ел жұртының қуанышы. Сіздердің жауаптарыңыз берілген жауаптар бойынша дұрыс орындалды деп есептеймін. Келесі тапсырма карточкадағы терминдер деп әдісі арқылы жасалады. Төбенде берілген сөздердің Керқұлатты Кендебай ертегісіне қатысы бар болса, онда әр сөздің жанына дұрыс, бұрыс деп жазасыздар. Карточкадағы терминдер әдісі бойынша бағалау критерийі мен дескрипторы. Шығарма сюжетіне қатысты сөздерді анықтаңыз. Дескриптор: берілген сөздердің дұрыс не бұрыс екенін жазыңыз. Міне оқушылар, карточкадағы терминдер әдісін орындап, тапсырманы толық жауабын өздеріңнің жұмыстарыңмен салыстырып көрсеңдер болады. Берілген сөздер: жеті басты дәу, дұрыс; гауһар жүзік, бұрыс; шыншыл ертегі, бұрыс; қойшы бала, дұрыс; қиялға жайып ертегі, дұрыс; айрылғырдың суы айрыл, дұрыс; ақылды жар, бұрыс; қырық уәзір, бұрыс; алтын құйрық, дұрыс. Бүгінгі сабақта қорытынды бөлімі бойынша үйге тапсырма. Яғни, бүгінгі үйге берілетін тапсырма Кендебай елінің тұрмысын жақсартқан ұл тақырыбында өз көзқарасыңызды дәлелдеп эссе жазыңыз. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.